Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайын болатын лағманмен бөлісетін боламын, гуйро лағман. Ол үшін бізге сиыр еті, перец, полгорки перец, жартылай ашты перец, сельдерей, чеснок, помидор және де пекин капустасы қажет болады. Еттерімізді көріп тұрғандарыңыздай осылай жіңішке етіп, жұқа етіп турап аламыз. Оны ыдысымызға салып, қалауларыңызша тағы да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тек осы соя соусымен маринадтап қойдым. Оған дейін біз пиязымызды, перецімізді, көкөністеріміздің барлықтарын турап дайындап аламыз, майды қыздырмас бұрын. Көріп тұрғандарыңыздай осылай турап шығасыздар. Қатты майда болып кетпесін, өйткені езіліп кетуі мүмкін. Сәл ірілеу қылсаңыздар дәмдірек болады. Чеснокты турадым. Екі бас чеснок болды менде. Сельдерейді осылайынан турап алдым. Қатты жағын турадым. Енді пекин капустасының да ең қатты жерлер керек бізге. Жұмсақ жерлер керек емес. Осылай барлығын турап шығамыз. Бұларды қуыру көп уақыт алмайды. Ары кетсе 15 минут, 20 минут қуырылады. Етті ұзағырақ қуырамыз. Пиязымызды, сұйық майымызды құйып аламыз. Қызып тұрған табаға ең алдымен етімізді жұмсақ болғанша қуырамыз, қызартып. Етіміз шалап піседі-ау дегенге дейін біз жаңағы перецтерімізді салмаймыз. Міне бір 10-15 минуттай уақыт өтті. Соя соусынан 1,5-2 қасықтай қосып жібердім. Соя соусы етті жұмсартады әрі дәмін береді. Менде лағманның несі дайын болды. Қамыры дайын қамыр болды. Сол үшін тез дайындалды. Пекин капустасын 1-2-3 минуттай қуырамыз. Ары қарай кезек-кезек бәрін сала береміз. Бастысы біздің капустамыз, көксөктеріміз езіліп кетпеу керек, қатты пісіп кетпеу керек. Дәміне қарай тұзымызды салдық. Чеснок, перец барлығын салдым. Бұл жерде помидор, сельдерей. Жақсылап барлығын араластырып, қақпағын 5-10 минутқа жауып, томат кішкене қосамыз. Осылай томаттан кейін 10 минут тұрса, ол одан кейін өшіре беруге болады. Міне біздің подливамыз дайын болды лағманның. Су қосқан жерім көрінбей қалыпты. Кішкене су қосқан болатынмын, жарты стакандай. Осылай сулы болу керек. Міне, дайын болған түрі осылай болады.
Болды, енді біз дайын қамырымызды осылай ыстық суға салып аламыз. 2-3 минутқа ғана тез салып аламыз, аузын жауып. Көп тұрудың керегі жоқ, өйткені езіліп кетеді. Мінекей достар, өте оңай тағам дайын болды. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздермен бірге болған мен Гүлнұр.